Заварной креммен дайындалатын бұл лимонный пирог отбасыңызға міндетті түрде ұнайды деген сенімдемін. Дайындап көріңіздер, еш өкінбейсіздер. Каналыма тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Ең алдымен жұмыртқаға қант қосып жақсылап араластырамыз. Осылай жұмыртқа алмастамыз. Ағарған соң крахмалды аз-аздан қосып, барлығын бір келкі болғанша араластырамыз. Лимон сыдырасын теркадан өткізіп қосамыз. Лимонның ақ жері кетіп қалмасын, ол өте бір қышқылдылықты береді, сол себепті абайлаңыздар. Лимонның соғын қойып, жақсылап араластырып, содан соң сүтімізді қойып, газымызға қайнатамыз. Баяу отта осылай қою масса шыққанша араластырамыз. Мінекей біздің креміміз дайын болды. Енді осыны тезірек суыту үшін басқа ыдысқа салып, бетін пищевой пленкамен жауып қоямыз. Енді қамырына кірісеміз. Жұмыртқаға қант қосып, қантымызды ертіп аламыз. Содан соң сұйық май, разрыхлитель, ванилин және ең соңында аз-аздан ұнымызды қосып қамыр жасаймыз. Мінекей осындай қою қамыр шықты. Еш қорықпаңыздар. Осы қамырдың жартысын формамызға салып, бетін біркелкі етіп жайып шығамыз. Содан соң қызып тұрған пешімізге салып пісіріп аламыз. Он 15 минутта піскен қамырымыздың бетіне осылай заварной кремді жағамыз. Оның үстіне қалған қамырымызды жайып 25 минутқа қызып тұрған пешке пісіріп аламыз. Достар, сіздер де осы пирог дайындап көріңіздер. Дайындаған болсаңыздар, комментарийге пікірлеріңізді қалдыра кетіңіздер. Өте қуанып қалам, және де каналыма тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Осымен біздің пирогымыз дайын болды. Бетіне қалауларыңызша кез келген нәрсені себулеріңізге болады. Мен бұл жерде қант ұнтағын септім. Пирогтың ыстық болғанына қарамастан осылай кесіп, дәмін көрген болатынбыз. Негізінде піскен пирогты 2-3 сағатқа тоңазытқышқа салып қойсаңыздар, ортасындағы кремі қалпын бір қалыпты ұстап тұрады. Дайындап көріңіздер, баршаңызға ас болсын.